Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл 3-ші сынып қазақ тілі сабағы. Сабақты бастамас бұрын төмендегі подписация батырмасын басып, лүпіл және қоңырау басуды ұмытпаңдар. Күнделікті тапсырмаларды бірге орындайық. Бүгін бізде 25-ші сабақ Ф дыбысы. 24-ші жаттығу. Жұмбақты оқып, шешуін тап. Жұмбақтың шешуіндегі әріп қай дыбыстың таңбасы? Ол дыбыс туралы не білесің? Қос қоржынын артынып, қос құлақтай қалқиып тұратын бұл қай әріп? Бұл Ф әрпі екен балалар. Жұмбақтың шешуі Ф әрпі. Ф дыбысы дауыссыз қатаң дыбыс. Ф әрпі өзге тілден енген сөздерде кездеседі екен. Келесі 21-ші жаттығу. Өлеңді жатқа жаз. Өлеңді балалар жатқа жазып ала қойыңдар. Фойеде ел жиналған, фестивальді тойлады. Фатима қыз финалда, флейтада ойнады. Абдрахман Асылбеков. Жиырма бесінші жаттығудың тапсырмаларына назар аударайық балалар. Өлеңдегі Ф дыбысы бар сөздердің мағынасын дерек көздерден қарап түсіндір. Флейта қандай аспап? Тағы қандай музыкалық аспаптарды білесің? Ф дыбысы бар сөздерді айтып, бұл дыбыстың айтылу ерекшелігін байқа. Осы сұрақтарға жауап берейік балалар. Фойе деген көрермендердің кино, спектакль басталар алдында немесе антракт кезінде демалып, тыныстайтын зал. Фестиваль жаппай мерекелеу, музыка және театр өнері үздік жетістіктерінің көрсетілімі және байқауы екен. Фатима деген ол қыз баланың есімі. Флейта ағаштан керней тәрізді жасалған, қақпақшалары бар үрмелі музыка аспабы екен. Тағы да бізде музыкалық аспаптардың түрлері домбыра, баян, қобыз, сырнай, жетіген, тағы да басқа осындай музыкалық аспаптар түрлері бар екен, балалар. Ф дыбысы бар сөздер вафли, телефон, кофе, фабрика екен. Ф қатаң дауыссыз дыбыс. Ол сөздің барлық буынында келе береді. Мысалы, фабрика, телефон, телеграф. 26-шы жаттығу. Мәтінді тыңда. Доп ойнаймын деп. Өскенбайға апасы, балам, күн кешкірді. Бұзауға бар деді. Өскенбай бұзау іздеуге шықты. Ауыл сыртында футбол ойнап жатқан балалардың қасынан өтіп бара жатқан. Әй, Өскенбай, мұнда кел. Бізге бір адам жетпей, жеңіліп жатырмыз, деп айқайлады балалардың біреуі. Азап ойнайын деп ойлады да, жүгіріп барып ойынға қосылып кетті. Ойынның қызығына беріліп кеткендіктен, бұзау Өскенбайдың есінен шығып кетті. Айса Хамзе ұлынан. Балалар, енді тапсырмаға қарайық. Мәтін не туралы? Келесі сұрақ, мәтін неліктен доп ойнаймын деп аталған? Сен қандай ат қояр едің? Бірінші осыларға жауап берейік, балалар. Мәтін Өскенбайдың балалыққа салынып, алаңғасарлығы туралы екен. Мәтінде Өскенбай доп ойнаймын деп анасының тапсырмасын ұмытып кетті. Сол себепті тақырып доп ойнаймын деп аталады. Мәтінге Өскенбайдың балалығы деп ат қоюға болады екен. Келесі сұрағына назар аударайық, балалар. 26-шы жаттығу бойынша мәтінді өзің жалғастырып, қалай аяқталатынын болжа. Мәтінді бұлай жалғастырсақ болады екен, балалар. Бір кезде Өскенбай қараңғы түсіп кеткенін байқады. Анасының бұзауға бар деген сөзі есіне түсіп, жүгіріп үйіне келді. Келсе, бұзау қорада тұр екен. Сөйтсе, бұзау өзі келіп қойыпты. Өскенбай қатты ұялды. Анасы Өскенбайға ренжіген жоқ, бірақ келесі жолы жауапкершілікпен қарауын түсіндірді.
Келесі төмендегі қай жауап сенің болжауыңа сәйкес келеді? Ойыңмен бөліс. Бірінші, қараңғы түсіп кетсе де қорықпады. Екінші, бұзауды іздемеді, себебі қараңғыда қорықты. Үшіншісі, анасы оған ренжіді. Төртіншісі, бұзау өзі келді, анасы оған ренжіген жоқ. Бесіншісі, Өскенбай анасынан кешірім сұрады. Менің болжаған жауабым, бұзау өзі келді, анасы оған ренжіген жоқ. Яғни балалар, төртінші нұсқа сәйкес келеді екен, балалар. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.